Қайырлы күн, құрметті мұражай қонақтары. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 2018 жылы мектебімізде Әлихан Бөкейханов атындағы тарихи өлкетану мұражайы ашылды. Өз отанын, туған жерін, елін құрметтеу, өз ұяңның тарихын білуден басталатыны сөзсіз. Мұражайымыз оқушыларымызға отансүйгіштік, ұлтжандылық, эстетикалық тәрбие беру құралы. Ендеше сіздерді мұражайымызға виртуалды саяхатқа шақырамын. Біздің мұражайымыз қазақ халқының негізгі баспанасы киіз үйден басталады. Жоғарыда қасиетті қара шаңыраққа күн сәулесіндей айнала қоршаған уықтарымыз шаншылған. Бау басқұрлар, шашақты желбау, түскиіздер үйіміздің сәнін келтіріп, көркін аша түскендей. Киіз үйіміз үй жиһаздарымен жабдықталған. Дөңгелек үстел, астау, торсық, қымыз құйғыш ожау, тостаған, бесік, құрақ көрпешелер. Әжелеріміз қолданған күбі, май шайқағыш, ұршық, өрмек. Қазақ халқы қолөнер бұйымдарында көбінесе қошқар мүйіз оюын қолданған. Өйткені қошқар мүйіз отбасына береке ырыздық әкеледі деп ырымдаған. Үйіміздің төрінен ұлттық аспабымыз домбыра да орын алған. Оң жақтағы ат әбзелдер, қыран құс пен ер тоқым аталарымыздың ат құлағында ойнап саятшылықпен айналысқанын дәлелдейді. Мұражайымыздың негізгі бөлігі Алаш көсемі 20 ғасырдың басындағы қазақ зиялысы, көрнекті қоғам қайраткері, публицист, ғалым Әлихан Бөкейхановқа арналады. Қадірменді мырзалар, партиямыздың негізгі ұстанымдары 5 түрлі тұжырымнан тұрады. Бірінші ұстаным: жер, және жер. Жерсіз отан жоқ. Қазақтың байырғы жерін қашан қазақтар өз бетінше ғылым мен техникаға сүйеніп толық игермейінше, жер жеке меншікке де, қоныстанушыларға да берілмейді. Қытайдан жер мәселесін дұрыс толықпен келсем. Екінші ұстаным: жердің астындағы, үстіндегі, аспандағы барлық игіліктер қазақ мемлекетіне қызмет етуі керек. Оның әрбір түйіртасы қазақ өміріне түйме болып қадалуы керек. Бұл стендте Алаш көсемінің әртүрлі фотосуреттері, өмір жолы мен ғылыми еңбектері, сол кезде баспа беттерінде жарияланған тарихи құжаттар енгізілген. Әлихан Бөкейхановтың 15 томдық шығармалары және ғалымдардың қайраткер туралы жазған еңбектері де осында. Шахтинск қаласының құрылуы жоғары сапалы көмір кен орнының табылуымен байланысты. Ең алғаш қаланың жобасын жоспарлау 1959 жылы Караганда гипошахт институтымен жасалып, 1962 жылы КСР кеңес министрлерімен бекітілген. Бұл ескі суреттерде қаламыздағы алғашқы нысандар, тұрғын үйлер, мектеп, балабақша, дүкен, шеберхана, кинотеатрларды көруге болады. Шаһарымыздағы Қазақстан, Ленин, Тентек, Шахтинск ірі шахталары бүгінгі таңда қызу жұмыс үстінде. Ірі сауда орындары, демалыс саябақтары, мәдени ошақтар тұрғындардың жайлы тұрмысын қамтамасыз етуде. Туған өлке, осы сөздің астында терең мағына жатыр. Сөзбен айтып жеткізбейтін нәзік сезім, туған өлкеме деген ыстық ықылас, баға жетпес шынайы, таза махаббат жатыр. Менің туған өлкем көмірлі өңірдің отаны Шахтинск қаласы. Шағын көп қабатты үйлерден тұратын, таза әрі көрікті өлкемді, көмірлі қаламды сүйемін және мақтан етемін. Бұл стендте мектебіміздің жеткен жетістіктері және басшылық еткен тұлғалар жайлы мәлімет берілген. Мектебімізден түлеп ұшқан түлектер, алтын белгі иегерлеріне арналған альбом бар. Педагогтарымыздың оқу әдістеме құралдары, әр пәнге байланысты апталық жұмыстарының есебі жинақталып отырады. Тарих өткеніміздің куәсі, қазіргіміздің үлгісі мен өнегесі, болашағымыздың асыл қазынасы. Өткенің мақтан тұтып, бүгінгіні бағалай білу, болашаққа оң көзқарас таныту еліміздің табысты болуының кепілі.